Сәлем достар, бүгінгі тақырып миды қалай басқарамыз, миға қалай команда береміз, миды қалай программалаймыз. Бұл техниканың ерекшелігі. Бұл сізде мысалға стоматологқа барыңыз, немесе бір медициналық сіздің денеңізге ауырсыну сезімін беретін кез келген манипуляциялар кезінде ауырсыну сезімін алып тастау. Мысалға рас, бұранда сияқты қазір ауырсыну сезімін алып тастаймын деп былай бұраған кезде сізде автоматически ауырсыну сезімі резко тоқтайды. Немесе ойыңызға бір ойлар келе беретін болса, соны мысалы ұйқыңызды ол бұзуы мүмкін. Сол автоматически тоқтау үшін рас, мен осы ойларды тоқтаттым деп автоматически миға команда берген кезде ол автоматически тоқтайды. Бұл команда миға беру командасын қай кезде біздің миымыз қабылдайды. Ол мысалы мына техниканы үздіксіз жасау арқылы, миға команда беру арқылы сіз өзіңіздің миыңызды үйретесіз. Бұл техниканы күнделікті жасасаңыз болады, өте керемет. Бұл техниканың ерекшелігі сіздің көп адамдарда бұл техниканы жасау арқылы көптеген қабілеттер ашылған. Біреуде өлең жазу қабілеті ашылса, біреулерде сурет салу қабілеті, есте сақтау қабілеті дамыған. Немесе бір объемды программаны есіңізде сақтап үйренгіңіз келсе, осы техниканы бірнеше рет жасасаңыз болады. Ал енді бұл техниканы жасаймыз, терең дем аламыз, дем шығарамыз, денеңізді еркін ұстап, былай қолыңызды жоғары көтересіз осылай. Осы қолдың жоғары жағына бір точкаға постоянно, осы техниканың соңына дейін сол көзіңізді бір точкадан айырмайсыз, соған қарап тұрасыз да, и ойша жаңағы ми арқылы қолыңызға команда бересіз. Қолыңызды жаймен ойша жан-жағына қарай қозғалтамын деп. Ол сіз өзіңіздің қолыңыз емес, ми арқылы қозғалтуыңыз керек. Қолыңызды еркін, жеңіл ұстайсыз да, миға команда берген кезде қолдарыңыз жаймен жан-жағына қарай қозғала бастайды. Осылай жанына қозғалғаннан кейін қайтадан сіз оны аласыз да, оны қайтадан орнына ойша, осылай қайтадан орнына келтіресіз. Осылай қоясыз. Осылай бірнеше рет жасау арқылы жасайсыз. Бірден болып кетуін екіталай, әркімде әртүрлі, ол сіздің қабілетіңізге байланысты. Біреулер тез үйренсе, біреулер бірнеше рет жасау арқылы, осылай миға команда беру арқылы миыңызды өзіңіздің ыңғайыңызға көндіресіз дейді ғой, сол сияқты. Сонымен менің каналыма жазыңыз.